Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет бургер жасауды үйрететін боламын. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Көріп тұрғаныңыздай өте сочный, воздушный болып шығады. Әрине дайындап көріңіз. Қасында дәл осындай картофельный фрийіміз де бар. Сатылатын бургерлерден ешқандай да айырмашылығы жоқ, өте керемет болады. Әрине дайындап көріңіз видеоны, соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ал біз қамыр илеп аламыз. Ол үшін бізге сүт, су, тұз, жұмыртқа, шекер, дрожжа керек болады. Сүт, суымыз жылы болу керек. Ыдысымызға салып аламыз. Тұз саламыз, шекер саламыз. Әрине шекер салынған қамыр өте дәмді болады. Және жұмыртқа салып, ұн саламыз. Ұнды дәл осылай азғантай салып, дрожжамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді массамыздың үстін жауып, жарты сағатқа алып қоямыз ыстық жерге. Жарты сағат өтті бізде. Көріп тұрғаныңыздай қамырымыз дәл осындай болып шығады. Енді жақсылап венчикпен араластырып алып, аз-аздан ұн салып қамыр илейміз. Ескеретін жағдай бұл жерде ұнды барлығын бірден салмаймыз, өйткені қамырымыз жұмсақ болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да 2-3 рет бөліп саламыз. Венчикпен араластырып алғаннан кейін уже қолымызбен илейтін боламыз. Енді осы жерде сары май да саламыз. Сары май салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Мен қамырды 10 минуттай жақсылап басып иледім. Енді сіздерде да солай 10 минуттай жасауыңыз керек. Енді ыдысымызды майлап алдым, жабысып қалмау үшін. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жұмсақ қамыр болды бізде. Енді үстін жауып алып қоямыз 1 сағатқа. Жылы жерге қойыңыз. Жасаймыз. Ол үшін картоптарымызды жақсылап турап аламыз и суға салып қоямыз 15 минут. Тұз ештеңе салған жоқпын, әшейін суға салып қойдым. 15 минуттан кейін енді осындай салфеткеге аламыз. Енді үстінен 1-2 рет басып, жақсылап картоптарды құртып аламыз. Енді қызып тұрған сковородкада картоптарымызды аз-аздан салып, жақсылап қызартырып, қуырып алатын боламыз. Фрилерді сразу араластырып тастамаңыз, қызарғанға дейін тұрсын, и содан кейін араластырыңыздар. Енді фрилерімізді жақсылап қызартып алғаннан кейін қағаз салфетканың үстіне аламыз. Майлары салфеткеге суырылып алып, көңіңізге тимейтіндей керемет фрилер болады. Қуырып жатқанда картоптарды аз-аздан салыңыз, сонда тез қызарып, қырс-қырс болып, өте дәмді болып шығады. Қараңыздай дәл осындай түсі әдемі болып шықты. Енді тұз салып араластырып жібереміз. Біздің қамырымыз уже көтеріліп шықты, көріп тұрғаныңыздай. Енді қолымызды азғантай майлап аламыз. Қамырды да азғантай майлап алып,
формалар беріп шығамыз. Мен үлкен жасағандықтан менде 5 штук болды, ал сіздерде 9-ға дейін шығарсаңыздар болады. Енді пергамент салынған листімізге әдемілеп формалар беріп салып аламыз. Үстін басып қоямыз дәл осындай. Форма беріп шыққан булочкаларымызды үстінен жақсылап басып алғаннан кейін жұмыртқаларымызды сүртіп шығамыз. Ал енді булочкаларымыздың үстін жақсылап безеп аламыз. Енді үстін пленкамен жабып, тағы 15-20 минутке қоямыз. Бізде 15-20 минут өтті. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп алдым. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жұмсақ керемет үлпілдек булочкаларымызда дайын болды. Іштері де дәл осындай өте воздушный болып шығады. Әрине дайындап көріңіздер. Ал енді сковородкамызды газға қоямыз. Дәл осындай сары майды сүртіп аламыз. Және ортасынан бөліп алған булочкаларымызды дәл осындай сковородкаға салып, жақсылап қызартырып аламыз. Ал бізде қызарып шықты, көріп тұрғаныңыздай дәл осындай болады. Енді біз бургерімізге ерекше дәм беретін соусымызды дайындайтын боламыз. Біздің бургеріміздің айырмашылығы да осы соусымызда. Көріп тұрғаныңыздай майонезге қара бұрышты салдым, кетчуп салдым, сарымсақты үткіштен өткізіп салдым, соленый огурцы салдым и пиязды майдалап турап алып салдым. Енді жақсылап араластырып қоямыз. Бізде дәл осындай керемет соус дайын болды. Пиязымызды ұсақтап турап алдық, котлеталарымызға әдемілеп форма беріп алдық. Ал енді пиязымызды қуыратын боламыз. Сіздің көшеде жейтін бургерлеріңізде дәл осындай начинка болмайды. Бұл тек қана бізде. Көріп тұрғаныңыздай пиязымызды жақсылап карамель түске келгенге дейін қуырып аламыз. Ішіне тұз себеміз, қара бұрыш салып жақсылап араластырып қуырамыз. Ал біздің пиязымыз карамель түске келді. Енді котлетамызды қуырып аламыз. Сковородкаға азғантай май құйып, дәл осындай котлеталарымызды салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Мен алдын ала фаршқа тұз, бұрыш, перестер қолданған жоқпын. Сондықтан да пісіріп жатқан кезде бұрыш, тұз себіп, үстінен осылай сер қолдандым. Ал сіздер сер қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Біз бургерлеріміздің салмасын дайындап алдық. Көріп тұрғаныңыздай барлығы дайын. Енді біздің жасайтын жұмысымыз бургерлерімізді тез-тез жинап алу. Бірінші болып соусымызды сүртіп аламыз. Үстінен қуырылған карамель түстегі пиязымызды жағып аламыз. Енді суда тұрған пиязымызды қоямыз. Салатный лист қоямыз, үстінен помидор қоямыз. И огурцларымызды қоямыз. Котлетамызды қоямыз. Үстінен тағы салатный лист қоямыз, помидор қоямыз, огурцы қоямыз. И пиязымызды жақсылап қойып аламыз. Енді бургеріміздің үсткі жағына да осылай соус сүріп, карамель түсті пиязды қойып, сүртіп аламыз жақсылап. И көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет сочный бургеріміз дайын болды. Аппетитный болып шықты. Әрине дайындап көріңіздер.
Сіздерге сәттілік. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаған болса, маған подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әрине лайк та басып кетіңіз.